Сәлеметсіздер ме? Zoom приложениясын қалай орнатамыз? Оны сіздің қолыңыздағы телефон девайсына да, жаңағы үйдегі компьютерге, ноутбук болмасын, қандай да бір планшет құрылғысына болса да орнатуға болады. Қазір телефонға орнатуды қарастырайық. Play Market жүйесінен Zoom деп іздейміз. Мінекей, Zoom Cloud Meeting деген приложенияны тауып алдық. Менде орнатылғандықтан ол удалить немесе открыть командасымен тұр. Сіздерде ол загрузить дегенмен тұру керек. Загрузить етіп, телефондарыңызға қондырып алғаннан кейін сіздер оны ашасыздар. Ашқаннан кейін тіркелу жұмысын жасайсыздар. Ол регистрация деген сөзбен жасалады. Мұнда электронды почта аты жөніңіз жазу керек. Так, электронды поштаға мен ұлымның емайлын жазайын. Так, имя. Содан кейін программаның шарттарымен келісемін деген кнопкаға галочка басасыздар. Кейіннен дальше деген сөзге басасыздар. Енді жаңағы тіркелген поштаға хат келеді. Осы Zoom жүйесінен. Ол хатты ашу керекпіз, себебі біз қазір сол жердегі аккаунтымызды активтендіру керекпіз. Так. Қазір келу керек. Мінекей Zoom жүйесінен хат келген екен. Ашамыз. Хатты ашқаннан кейін активировать учетную запись деген кнопка бар, көк кнопка. Осыны басып, біз Zoom жүйесіндегі аккаунтымызды растаймыз. Мынандай терезе ашылды. Мына жерде пароль және подтвердить пароль деген сөз бар. Осы жерге біз пароль жазамыз. Мысалы, кішкентай әріптер, үлкен әріптер және сандармен араластырып пароль құрастырамыз. Пароліңізді ұмытып қалмаңыз. Және продолжить деп сары кнопкаға басып жібереміз. Болды, енді не істейміз ары қарай? Біз жаңағы приложенияға кіреміз. Войти в систему. Жаңағы электронный почтамызды жазамыз. И құрастырған паролімізді жазып, жүйеге кіреміз қазір. Войти в систему. Мінекей, жүйеге кірілді. Енді приложенияның төменгі жағына қарасаңыздар, конференция, жаңағы чат, конференция, контакты деген сөздер бар. Контактыға басамыз. Так, өзіміздің телефон нөмірімізді жазамыз. Так. 800. Мен өз нөмірімді жазайын. Готово. Енді қалай қосамыз осы жерге контактілерді? Міне, контакты деген бөлімде тұрмыз. Жоғары жағында контакты каналы плюс деген таңбасы бар. Плюсқа басамыз. Добавить контакт деген сөзге басамыз. Және электронный поштасын жазамыз. Тағы да сіз мұғалім болсаңыз, оқушыларыңыздың емайлдарын жазасыздар. Мысалы, мен жазайын. Так, mail. Так, добавить. Болды. Сіз оқушыларыңызға осылайша емайлдарын жазу арқылы
шақырасыз өзіңізге. Олар сізден хат алады, кімде Zoom приложениесі орнатылды, солар хат алады сізден, және сізді өздеріне добавить етеді. Одан кейін сіздер осы контактілеріңізбен конференция жасап, ары қарай видеочат жасай бересіздер.